алайын ақ жүзің, айдан аппақ сендей жан. Мына ұршық ерте заманнан ата әжелерімізден, аналарымыздан қалған ұршық дейді бұны. Бұған осындай жүнді иіріп, одан қолғап, шұлық, бас киім тоқиды міне. Көрдің ғой мына осылай қылып міне. Иірет дейді. Бүйтіп ойналдырасың. Қолыңмен міне бұдан. Бұлай. Бүйтіп. Не бұл? Бара жатыр сізден бізге білінбей. Қарай ғой, мына қазақ халқында құрақ көрпе тігу, сәнді көрпе тігу, ол ежелден келе жатқан әжелерімізден қалған өнер. Мынадай маталардан ең оңай құрақ тігу, ол шаншы құрақ деген болады. Бірнеше бөліктерге бөліп, мынадай әртүрлі түсті құрақтарды бұлай қылып әдемілеп келтірген. Мынау қира мақпалдан жасалған құрақ түрі. Ең оңай түрі сенің істей алатын құрақтарының ол осындай жаңағы шаршы құрақ дейді. Қарашы кел, қызым. Мына жерге іліп. Қандай түс мына екеуі? Көк түс, иә? Көк түспен көк түсті келтіріп, сосын мына қызылды осындай қылып мына жерге ойып саламыз. Шаршы құрақ деген болады мынау. Ең оңай сенің жасыңа келетін ойынды мінекей қара. Енді мына ойынды саған ойып бердім, өзің тігесің деп ма? Мені әдемілеп тұрып мына қошқар мүйізді келтіріп осылай ойып алып жатыр. Бәрі бұл да саған арнаған тіліп қойдық. Қажеке. Мынау не ол қызым? Қоржын. Дұрыс, қоржын. Қоржынға не салған? Тағамдар салады, әртүрлі заттар салып қояды, ана жерге іліп қояды, мына киіз үйге. Енді осы неге? Қарай ғой. Қоржынға әдемілеп оюларды былай қылып салуға, келтіріп салуға болады. Мына ойында қошқар мүйіз болды. Осылай келтіруге болады. Әртүрлі оюлардың түрлері бар, қара. Анандай қылып оюлауға болады. Әдемілеп салуға болады. Жүргендей тайғанақтап едім айналайын ақ жүзің, айдан аппақ сендей жанды ері жігіт қайдан таппақ дедім аяу. Көрген адам қасыңнан кете алмайды мұз үстінде жүргендей тайғанақтап дедім аяу. Алма ағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ай, өтіп дәурен бара жатыр сізбен бізге білінбей ай.